Қайырлы күн, қыздар, қалдарыңыз қалай? Сіздерді өз арнамда көріп отырғаныма қуаныштымын. Бүгін сіздермен өте жақсы бір рецептпен бөліскелі отырмын. Арасында үйде тоңазытқышта тұрған сүт болсын, қаймақ болсын бұзылып кетіп жатады. Сол кезде ол заттарды төкпей, міндетті түрде осы пирогты дайындап көріңіздер. Бір жағынан ысырап болмайды, бір жағынан шайға да тәтті дайын. Ал ендеше бисмилля деп жұмысымызға кірісейік. Менде аздап бұзылған, яғни ашыған қаймақ. Оның орнына сүтті пайдалансаңыздар да болады. Үстінен 3 дана жұмыртқаны салып, венчикпен жақсылап, біркелкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Үстінен қантымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Бұл пирогтың тағы да бір жақсы жері, ешқандай миксердің қажеті жоқ, қарапайым венчикпен жасауға болады. Үстінен иіссіз сұйық майды құямыз, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Соңынан міндетті түрде ұнды және де разрыхлительді електің көмегімен сұйық массамызға қосатын боламыз. Түйіршіктерін қалдырмай жақсылап араластырып аламыз. Бізде осындай қою әп-әдемі масса шығу керек. Және де өз қалауларыңыз бойынша мак немесе ұсақталған жаңғақ, неше түрлі жемістер қосып жіберсеңіздер де болады. Әрине ол өз еріктеріңізде. Әсіресе макпен бұл пирогтың дәмі тіптен ерекше болады. Осы аралықта пешті 180 градуста қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. Және де бұл пирогты кез келген формада пісіруге болады. Менде 24 сантиметрлік дөңгелек форма, астына фольга төсеп жібердім. Негізінен бұл пирогты 22 сантиметрлік дөңгелек формада пісірсеңіздер, биіктігі өте жақсы болып шығады, ал 24 сантиметрлік формада кішкене аласалау болады. Енді 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып, 25-30 минут шамасында пісіріп алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай бізде осындай әдемілік шығатын болады. Формадан міндетті түрде толықтай суытып барып қана шешіңіздер. Өз қалауларыңыз бойынша ыстықтай үстінен қант ұнтағын сеуіп жіберсеңіздер де болады. Немесе суылғаннан кейін шоколадты ерітіп, бетінен құйсаңыздар да өте дәмді болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай піседі, әрі өте дәмді болып шығады. Видео ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Менің алдағы шығатын жақсы рецепттерімді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп те қойыңыздар. Жасап көріңіздер, баршаға ас болсын.